Баршаларыңызға қайырлы кеш достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге өте дәмді пирогтардың бірі сметаниктің рецептісін ұсынамын. Бұл сметаникті жасаған адам осы рецептпен жасайтын болса, бірден дәл осы видеодағыдай болып шығады. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен ұнымызды сеткадан өткізетін боламыз. Қопсытқыш қосатын боламыз. Осындай қопсытқыш болмаса да кез келген түрін қоса берсеңіздер болады. Онымен жақсылап араластырып, енді сеткадан өткізетін боламыз. Қант қосатын боламыз. Енді сармай қосатын боламыз. Сармай бізде бөлме температурасында болу керек. Бөлме температурасындағы сармайды осылай қолымыздың көмегімен ұнға үгітетін боламыз. Яғни песочная болу керек, дәл осы видеода көрсетілгендей. Сармайларыңыз қатты еріп кетпеуде керек, қатты мұздай да болмау керек. Орташа температурада болған кезде дәл осындай болып шығады. Енді осылардың үстіне қазір біз бір жұмыртқаны қосатын боламыз. Осы жердегі қосылған барлық ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кеттім, қанша грамм қосу керектігін. Енді қамыр илейтін боламыз. Қамырды көп илеудің қажеті жоқ, біздің қамыр өте жұмсақ болып келеді. Өйткені құрамында бізде сармай болғандықтан, яғни жабыспақ болады. Сондықтан кішкене мөлшерде илеп, салафанға салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Отыз минуттай уақытымыз өтті. 30 минуттан кейін қамырымызды біздің формамызға жайып шығатын боламыз. Менде форма 22 диаметр, бірақ сіздер кез келген мөлшердегі диаметрге қолдансаңыздар болады. Мысалы 26, 24, 28. Менде 22-ге жақсы келді. Мен бірінші осылай шеткі бөліктерінен бастаймын. Қамырымды жайып, ең соңында ортаңғы бөлігіне қалған қамырларды жайып шығатын боламын. Біздің енді осы тестамыз жақсы жайылу үшін, бір теп-тегіс болып жайылу үшін, осындай бокалдың көмегімен жайып шықсаңыздар болады, шеткі бөліктерін және ортаңғы бөліктерін. Сонымен қатар вилканың көмегімен де шеткі бөліктерін зүлеп шығуларыңызға болады. Біздің негізгі основамыз дайын, енді біз начинкасын, салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер, ол қаймақ. Қаймақ 20% қаймақты қолдансаңыздар болады. Егер 20% болмаған жағдайда ғана 15% қолдана беруге болады. Қаймақтың үстіне қант қосатын боламын. Және 4 жұмыртқа қосатын боламын. Осы жерде ванилин қосамын. Ванилин қосу ол міндетті емес. Мен тек дәм беру үшін қосамын. Біз бұны миксерлемейміз, осындай пленчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Бұл сметаникке сонымен қатар бір ерекшелігі, мен малина қосатын боламын. Үйдегі малиналарды мен еземін. Езген малинаны бірінші осы қамырымыздың үстіне жайып шығатын боламын. Оның үстіне біздің дайындап алған салмасын құятын боламыз.
Малинаны жайып шығу, осылай қосу сіздерге міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Осы кезде алдын ала пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. 180 градусқа 10 минутқа қызып тұрған пешке салатын боламыз. 180 градуста 35-45 минуттай пеште пісіретін боламыз. Сметанник пирогы піскеннен кейін достар бірден формадан алмаймыз, суығанын күтеміз. Суығаннан кейін тоңазытқышқа салып қоямыз. Шамамен жарты күнге дейін тоңазытқышта тұрғаны дұрыс. Сол кезде біздің сметаннигіміз қатаяды. Піскен кезде ортасы сұйықтау болуы мүмкін, ал тоңазытқышқа салған кезде ол қатаяды бізде. Міне бізде осымен сметанник пирогының рецепті аяқталды. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттерді көргілеріңіз келсе, онда қоңыраушаны басып, все деген нүктені таңдаңыз. Сол кезде алдағы жаңа шыққан видеолардың барлығын бірінші болып сіз көретін боласыз.